Баршаңызға қайырлы күн. Келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жеті шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы суды құямыз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы қажет, сонда біздің қамырымыз үлпілдеп, әдемі көтеріліп шығатын болады. Енді оның үстіне құрғақ ашытқы, тұз, қант, майонез және де кішкене сұйық май қосамыз. Енді барлық қоспамызды араластырамыз. Одан кейін бетін жауып кішкене қойып қойсаңыздар да болады, немесе бірден қамыр илей берсеңіздер болады. Дайын қоспаларымыздың үстіне онды екіге бөліп, қасықпен араластыратын боламыз. Енді ұнымыздың екінші бөлігін қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең соңында осылай кішкене сұйық май қосып илеп жіберсеңіздер болады. Енді иленген қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 45 минуттай уақыт өтті. Біздің нанымыз ашып, көтеріліп, дайын болды. Астына ұн сеуіп жіберіңіздер, өйткені біздің нанымыз кішкене қолға жабысқақ болып келеді. Одан кейін дәл видеодағыдай 7 бөлікке бөліп, нанымызды дайындаймыз. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін осылай бетін пакетпен жауып қоямыз. Одан кейін астыңғы жағына оны сеуіп, қамырымызды жая беретін боламыз. Біздің шелпектеріміз көтеріліп, жұмсақ болып шығатын болады. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Енді осы кезде біз табамыздың астын қосып, майымызды қатты қыздырып қоятын боламыз. Қатты қызып тұрған майымызда шелпектерімізді екі жағын қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Май міндетті түрде қатты қызып тұруы қажет, сонда біздің шелпектеріміз майды бойына қатты сіңірмей, яғни көп мөлшерде сіңірмей, майлы болып шықпайтын болады. Және де міндетті түрде табадан шелпектерімізді алатын кезде міндетті түрде майын сорғытып алатын боламыз. Сіздерге егер де менің видеоларым ұнап жатса, пайдалы болса, онда міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта сіздермен көптеген басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Осымен біздің шелпектеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеп, өте жақсы көтерілген және де жұмсақ болып шықты.